Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен Қытай асханасының бао ци деп аталатын осындай көрінісі де, дәмі де ерекше дәмді болып шығатын, сізді бір жегеннен ғашық қылдыратын дәмді тағамын дайындайтын боламыз. Күнделікті түскі асқа немесе кешкі асқа не жасаймын десеңіздер, дәл осы ерекше тағам түрін дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен тағамызды жасамас бұрын қамырын ашытуға кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және де жылы суымызды құямыз. Бір ас қасық қант саламыз және де шай қасықпен 2 шай қасық дрожж салып, жақсылап араластырамыз. Енді мінекей мына жерде менде ұнымыз електен өткізіліп дайын тұр. Соған 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Және де жаңағы сүтті массамызға 3 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Енді жаңағы ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Болашақта сіздермен түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. Және де видео ұнап жатса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге барынша пайдалы видео салуға тырысамын. Мінекей ұнымыздың екінші жартысын салып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Және де ең соңынан қамырдың үстіне осындай бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, жақсылап қамырдың барлық жеріне тигізе отыра тағы бір басып шығамыз. Келесі кезекте қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат уақытқа қоямыз. Менің қамырым 40 минут уақыт тұрды, бірден тез ашыды. Оған дейін начинкасына қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Етімізді, бұл жерде менде сиырдың еті, ұсақ етіп, жіңішкертіп тураймыз. Себебі бізде арасына салғанға және ет тез пісуі қажет. Және табамызға сұйық майымызды құйып, бұл жерде менде жылқының майы. Баяу отта етімізді орташа отта жақсылап қуыратын боламыз. Еттің өзінің сөлі шыға бастағанда дәміне қарай тұз, бұрыш және де паприка салдым. Сіздер қалауынша кез келген дәмдеуіш түрін салсаңыздар болады. Және барлығын жақсылап араластырып, баяу отта еттің сөлі тартылғанша пісіреміз. Біздің қамырымыз көтеріліп қалыпты. Жаңа айтып кеткенімдей, менің қамырым өте тез 40 минуттың ішінде осылай күмпиіп әдемі болып көтерілді. Үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырды ең алдымен жайғанға ыңғайлы болу үшін осылай астына ұнды молырақ етіп сеуіп, үстінен қолымызбен басып шығамыз. Және де оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамыр міндетті түрде дөңгелек болып жайылғаны міндетті емес. Сопақша әртүрлі формада жая берсеңіз болады, ол маңызды емес. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қамыр илейміз. Қамырдың міне жұқалығы осындай болуы тиісті. Осындай формочка бар менде дөңгелек қамырға арналған. Осы ең үлкен түрімен барлығын дөңгелете отыра кесіп шығамыз. Мінекей. Және де осы қалған шеттеріндегі қалдық қамырларды бір-біріне біріктіріп, тағы да дәл осындай дөңгелекшелер жасаймыз. Оған дейін мына қамырларды қолымызбен кішкене басыңқырап, үлкейтіп жібереміз. Себебі бұл дрожжбен болғандықтан өз формасын қатты ұстамайды. Және ең соңынан осы қамырлардың барлығын ортасына сұйық май жағып шығамыз. Бұл өз кезегінде қамырды бір-біріне жабысып қалудан сақтайды. Мінекей қамырды бір-біріне осылай жабамыз. Содан соң мантаварканың листін майлап, жаңағы қамырларымызды орналастырып шығамыз. Әр листке қатты бір-біріне тығыздамай 6-7 данадан салыңыздар. Мен 7 данадан салдым. Мінекей етіміз қуырылып, әбден сөл тартылыпты екен. Осы кезде пиязымызды салып, тағы да бетін жауып сәл қуырамыз. Содан соң үстіне осындай аз ғана орта кеседей су құйып, баяу отта етімізді піскенше бұқтырамыз. 5 минут уақыт мантаваркада жаңағы біздің қамырымыз тұруы қажет. Содан соң бірден газ отқа қоса береміз. Бұл жерде менде тәтті бұрыш 2 түрлі. Осындай светофор бұрышын пайдалансаңыздар болады.
бір үлкен бұрыш, тәтті бұрыш жеткілікті. Және сарымсақты да күштің ұсақ көзінен өткізіп, сәбізімізді де корейский жаңағы салаттың күшінен өткізіп, барлығын салып, етіміздің үстіне жақсылап араластырамыз. Біздің баоци тағамның булочкилері мантоваркада 20-25 минут аралығында пісіп шығады. Оған дейін біздің етіміз де пісіп қалады. Енді осы кезде 3 ас қасық соя тұздығын саламыз. Және сәл қуырылғаннан соң етіміз піседі-ау дегенде тәтті бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің булочкилер де пісіп қалды. Арасы жұмсақ болып шығады, ешқандай да жабыспай әдемі ашылады арасына сұйық май жаққандықтан. Осылай арасына начинкасын салып ұсына берсеңіздер болады. Осымен біздің тағамыз дайын. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.